Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге диеталық балды торттың оңай дайындалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші бізге керекті жұмыртқа және ерітілген таза табиғи бал. Жақсылап үстіне араластыратын боламыз. Және табиғи йогурт саламыз. Енді бір қасық ас содасын салып, оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай сұйық болып шығады. Енді оны төрт бұрышты формаға құйып, газге жібереміз. Енді қамырымыз піскенше оның кремін дайындаймыз. Оған менде үйдің творогы және бал қосамыз. Оның үстіне қант алмастырғыш қосып, ең соңында табиғи йогурт қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Менде крем осындай болып шығады. Сіздер басқа крем қолдансаңыздар болады. Қамырымыз осымен пісіп шықты. Енді оны табамыздан алып суытатын боламыз. Және төртке бөліп кремін арасына жағып орналастырамыз. Енді бетіне корждың тегістеп кесіп алған бөліктерін үгітіп бетіне саламыз. Осымен біздің диеталық балды тортымыз дайын. Жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса пікір қалдырып лайк басып кетіңіздер.